Жыртқыш жануар жайлы айтшы десеңдер, айтайын, кеттік. 2020 жылғы дәл осы жануар пайда болған. Мен нақтысын білмеймін, 2020 жылғы әлі 1986 жылғы мына жануар пайда болған. Мына жануарды түсінбедім, достар, өткені түрін қарасаңдар ужас. Мен бұны бәрін тиктоктан таптым. Әрине, тикток бәрін топ береді. Мына жануарларды көріңіздер и бақылап көріңіздер. Бұл жануардың атын білетін болсаңыз, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал екінші жануар бұл мынандай бір страшный орманда осы екі жануар неғып жүр. Су ішіп жатыр ма, білмеймін, вообще түсінген жоқ. Мыналар кім екенін білмеймін. Просто жай осылай осында қойып қойын деп қарап алдым. Вот. Ал мынау қорқыныштысы осы. Мынау примерно аюдың қолы. Мәссаған, қыз қалай ұстап тұрғанын білмеймін. Әрең дегенде шыдап тұрмын ғой өзім. Ой Алла. Мынау қандай жануар екен, вообще білмеймін. Мынау әйтеуір 2013 жылғы шыққан жануар. Түріне қарасаң көзін ұшиды ғой, достар. Ал мына жануар шошқа. Бұның орысшасын білмеймін, әйтеуір шошқа деп санап жатырмын. Сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, мына жануардың атын білсеңдер, білмеймін, әйтеуір осы болды. Сіздер сонымен қай жануар қорқынышты болды, соны комментарийға жазып кетіңіздер.